бұл жағынан да 11 петля қалдырдым. Енді қазір осы соңғы петляны тоқыған кезінде бір воздушный петляны осы беттен тоқып аламыз. Мінекей бір воздушный петля тоқыдық. Одан кейін жұмысымызды айналдырамыз да. Жұмысты айналдырған кезінде жіпті байқасаңыздар, мінекей бергі бетте өзіміздің бетте қалып жатыр, иә. Енді келесі қатарды тоқитын боламыз. Екінші қатар. Тілдің екінші қатары, иә. Мінекей қарап тұрсаңыздар, мынау бізде мына жерде бізде бірінші петля бар. Оған тоқылмайды, мінекей келесі тұрған мынау петляға тоқылады ғой. Қазір осылайынан. Енді бізде бір қабырғасына бір стенкаға емес, қарапайым күнделікті тоқып жатқандай, мана тоқып келгендей, әр петляға, яғни екі қабырғасы да тоқылады. Осылайынан бір столбик без накида тағы да тоқимыз. Яғни қыздар, мінекей манағы тоқыған мынау қатарға осылайынан столбик без накида тоқып шығамыз. Бұл қатар бітеді. Ешқандай да бұлай артық нәрсе қосылған жоқ. Қатардың соңына дейін тоқимыз да, тоқып болғаннан мана ең бірінші алған петля бар ғой, мінекей мына соңында тұр. Оған да тоқимыз. Яғни менде қазір мынау тілде 29 петля. Сіздерде осылай мына жақтан 11-11-ден қалғаннан кейін ортасында неше петля санап аласыздар да, бұлай тоқыған кезінде де санап отырыңыз. Сол кезде шатаспайсыз, язычок түзу шығады. Енді қараңыздар. Мен қазір мына қатарды, әлі бірінші қатарды тоқып жатырмын. Енді сіздер жолақ бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Негізі толықтай жолақтың саны 13, бірақ бізде қысқарту басталатын жер бар. Яғни біз сонда мынадан төменге қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 жолақты ешқандай да қысқартпай, жаңағы 29 петляны осылайынан столбики без накида екі жағынан да тоқып шығамыз да, туда обратно. Және 9-ды аяқтағаннан кейін 10-шы жолақта бізде шамалы қысқарту басталады. Мынау тілдің бас жағы осылайынан қисайып, шамалы әдемірек болып біту үшін, мынандай тура болып тұрмай. Тура қылуға да болады, бірақ осылай әдемірек көрінеді. Қазір енді сіздер 9 жолақ дегеніміз ол бізде 18 қатар. Осылайынан санап 9 жолақ тоқып боламыз да, міне 10-шы жолақта сіздермен кездесетін боламыз.